Қайырлы күн баршаларыңызға, сіздермен Шекиза. Маған пакетте етіп қойып қойыңыздар. Мен сіздерге бүгін тарыны сүтке қайнату жолын көрсетемін. Осыны тарыны бір пиала алдым. Бір пиала шығады. Осыны жақсылап ыстық суға жуып аламыз, ыстық суға. Бұл тарып кірі қатты болады. Біз көрсетемін. Осылай сүзбесеңіздер, тары сумен бірге ағып кетеді. Суын көрдіңіздер ме? Осылай 2-3 рет қайталап жуамыз. Біраз қожаған. Рахматай. Қазір маманы тарыны жібітіп тастасын. Қазір қашасты береді мамасы. Мен бала-шағам осыны жақсы көреді, сосын азанға тұрмай етіп дайындап қояйын деп жатқаным. Кішкентай екеуміз алтыда тұрдық. Сонымен бауырсақ илеп қойдық. Мен тары қайнатып қояйын деп жатырмын. Сәтікке біреуі сабаққа кетеді. Соған мына 2-3 қайтара жуып болғаннан кейін осылай ыстық су құйып бетін бір 10 минутқа жауып отырыңыздар. 10 минуттан кейін қайнатамыз. Мына 10 минут өтті, менде қазір астын жақтым. Мына ұқсап су тартылып кетеді. Көрдіңіздер ме? Бетіне үшін сәл аққан су бар. Мен қанша асырып қойғанын тоғым. Суға сәл бөгіп. Астын жай қойып қойыңыздар. Бір қайнағаннан кейін сүт құйып қайнатамыз. Қазір мына суым қайнасын. Сосын сүт құямын. Оған дейін мен сиыр салып келем. Сиыр салып келгенімше асты үшін сәл ғана жанып та баяу отқа қоямыз. Сиыр салып келдім. Енді осы сүтті сүзіп, жаңағы тарымызға құямыз. Тарын сұйықтау бола берген дұрыс. Енді осыны жақсылап қайнатамыз. Тарға өздеріңіздің жарты қасық жеңіл ұшқылы. Өздеріңіздің қалаларыңызша май. Сосын 2 ас қасық қымшық. Астарыңыз сәнді болсын. Подписать етіп, комментарий қалдырыңыздар.